Солтан Акимович Араев, баяғыдан бері мына жаңа жұмысыңыз сәтті болсын дегенбіз келеді. Түрксойды басқарып жүрген бұл ең үлкен жақсы бауырлас ағайынымыз. Генеральный директор Түрксоя. Құрметті зиялы қауым, ардақты қонақтар, қадірлі Аида Галымовна, бүгін біз қазақ руханиятының аса көрнекті өкілі, ақын, қоғам қайраткері, дипломат, әрі түрк әлемінің көрнекті ойшылы, ұлт жанашыры Олжас Сүлейменовқа арналған маңызды форумда бас қосып отырмыз. Бұл жиын тек белгілі қаламгердің шығармашылығын талқылаған емес, сөз құдіретін, адамзаттық батылдықты, ұлт болмысын ұлықтайтын тағылымды бас қосу. Құрметті Олжас Омарұлы, сіздің гибратты ғұмырыңыз елге адал қызмет ететін, биік парасат пенен кісілік кемелдіктің жарқын үлгісі. Сізге зор денсаулық, шығармашылық қуат, ой сергектігін тілеймін. Қазақ елі ғана емес, күлі түркі дүниесі сізде тұлғасы менен ардайым мақтанады. Мәрі тойыңыз құт болсын. Құрметті форум қатысушылары, дүниені зерделі оймен, асқақ қайсар мінезмен, терең тыным түйсігімен танытқан Олжас Сүлейменов қазақ халқының ғана емес, бүкіл адамзаттың көрнекті интеллектуалдық лидерлерінің бірі. Ол жы мен сананы сілгіндірген, сөзі менен аламды жаңыртқан, ұлттық намысты оятқан ұлы тұлға. Оның есімі шындықтың, әділдіктің, жана адамзаттық руханияттың символы ретінде тарих бетіне алтын әріппенен жазылды. Невада Семей қозғалысы адамзатты ядролық апат қайыпінен сақтауға бағытталған жаһандық күрестің жарқын үлгісіне айналды. Осы идеяны ту еткен Олжас Сүлейменов өзінің адамзаттық миссиясын жана планеталық деңгейдегі биік тұлғасын айқын танытты. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары Аз-Ия кітабы арқылы тарихи шындықты айту жолында тоталитарлық жүйеге ашық қарсы шыққан батыл тұлға Олжас Сүлейменов. Тарих бұл ерлікті ешқашан ұмытпайды. Ол отанды, жерді, елді сүйді, биік үлгісін көрсетті. Бірнеше буынға отаншылдық сезім дарытты. Құрметті зиялы қауым. Олжас Сүлейменов тұтас бір дауыр, ал сол дауырдың келбеті оның өзі. Біз оны адамзатқа жүрек жылуын сыйлаған, адамзаттық ерлігі арқылы талай ұрпақты ұлы апаттан қорғауға үлес қосқан ғасырдың даңқасы дейірілік. Бүгінде алам жұртшылығы аны Нобель сыйлығының бейбітшілік саласы бойынша лайықты үміткер ретінде қарастыруда. Бұл оның адамзат алдындағы еңбегіне берілген тарихи баға. Румидің жолға шық, жол өзі алып барады деген сөзі бар. Bir игі бастама үлкен жетістіктерге жол ашары анық. Мүмкін бір күні Олжас Омарұлы Стокгольм төрінде Нобельдік дәрс оқып тұрар. Оған кім кепел? Қадірлі ағайын, ардақты зиялы қауым. Біз адамзаттық ар ожданды жырлаған, татулық пен ішкі еркіндікте ту еткен алып тұлғаның биік болмысына тағзым ете отырмыз. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы деп Хаким Абай айтқандай, сөзімді Олжас ағамыздың адамзатқа деген шексіз махаббатын ашықтайтын мына бір жолдармен аяқтағым келеді. Айнала бер жерана, айналайын. Сен дегенде бағамын ойғадайым, сыртқадыңмын барлығын өзім алып, сені мен дағы бірге
айналайын жарқын. Султан Акимович, сіздің жұмысыңызға сәттілік тілейміз.